Rahmet. Tağda assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Hoş gördük. Sasız orada yeli. Musul'dun azamatları men azamatçaları. Kazakta aytады ғой, Құданы Құдай қосады, достық пайғамбар қосады деп. Енді мынау Құдай қосқан құда болып жатырмыз. Жастар бір-бірімен танысып, табысып жатыр екен. Құдай қаласа Алла өмірлерін берсін. Өмір жастары ұзақ болсын. Өздерінен өсіп, өніп, көбейе берсін. Осы елдің бір жақсы сыйлы келіні болсын. Амин. Құдай қаласа. Енді құрметті құдалар, мынау әкесі мен анасы дүниеге келтірді, өсірді, Жасмина деп атын қойды. Шүкір. Тәрбиеледі, оқытты, ыстыққа күйдірмей, ыстық қондырмай. Енді Құдай қаласа, қыз бала қашанда кісі жұрттық дейді ғой. Мынау енді теңін тауып жатса тегін бер деген қазақтың тағы бір құлағат сөздері бар. Құдай қаласа, тегін тауып өмірдегі Құдай қаласа жолдасымен бірге өсіп, өніп, өе берсін. Құдалық құтты болсын, құрметті құдалар. Тойларымыз той қыласа берсін. Жастар бақытты болсын, той жұғысты болсын. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Еліміздің сыртын жаудан сақтасын, ішін даудан сақтасын. Құдай қаласа дастархандарыңыз қуаныш мереке тойға жайылсын. Тойларымызға қызмет жасайық. Келіп, танысып жатырмыз. Түбі бәріміз бір қазақтың баласымыз. Енді ұру-ұруға бөліп қойған, қыз алысып, қыз беріп, өсіп, өніп, көбейсін деп Алла Тағала. Мына енді біздер орта жүз қоңыратпыз, жаңада айттық қой, оның ішінде байлар жандар деген ұру боламыз. Енді біздер өсіп өнген үлкен бір әулетпіз. Енді көпшілігі жұмыс бабымен келе алмай қалды, мемлекеттік қызметте істейді. Содан кейін мен де бір шеті айттым, ұзақ жерге барып келудің өзін бірталай уақыт кетеді. Одан әйтеуір өзіміз барайық, өзімізді көрейік. Айтатынымыздың барлығы осы жақсы тілек, Құдай қаласа. Деп сонымен Құдай қаласа бүгін келіп, мынау дәм-тұздарыңызды татып, сіздерді көзіміздің көріп, танысып жатқан жағдайымыз бар. Құдай қаласа Құдай ұзағынан сүйіндірсін, жастар бақытты болсын. Айтылып жатқан жақсы тілектің барлығын Алла қабыл етсін. Болды, Құдай қаласа бұл кісілерге берейік енді микрофонды. Ары қарай жалғастырып.